Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін кезекті достық подкастымызды бастаймыз. Достық подкастқа қош келдіңіздер. Бүгінгі біздікі хабарымыздың негізгі қатысушысы Атырау облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының жастар арасында төрағасы Бақытжан Мырза және Атырау облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының жастар қанатының мүшесі Әлиев Миргаймет мырза. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз бірлік пен ынтымақтастық. Осы жаңағы алдыменен бірлік дейміз, ынтымақтастық дейміз, достық дейміз, татулық дейміз. Осының барлығы бір неге сайып келгенде ол белгілі бір ұғымды білдіреді. Ал сіздер үшін бірлік пен ынтымақтастық қалай сіздердің ойларыңызда басталмақ? Бірлік біз Қазақстанда қазір әлем бойынша геосаяси политика байланысты бірлік біздің ұстанымымыз болу керек. Осы ұлтқа бөлінбей, дінге, тілге бөлінбей бірлігімізді нығая беру керек деп есептеймін. Мысалы, осы жақында болған су апаты кезінде бірлігіміздің арқасында өз Атырау қаламызды сақтап қалдық деп есептеймін. Осылай мөлшерден көп су келе жатыр дегеннен бері біз халқымыз бәрі бір үйдің балаларындай шығып, осылай таң демей, түн демей бәрі еңбек етті. Бірліктің арқасында осылай жағада бөгеттер тұрғыздық. Мысалы, жастардың бәрі жиналып, ауыр көтере алмаса да қыздар, үлкен апаларымыз бәрі қолдан келгенше көмектесіп, қапшық қаптауға, мысалы, сол жерде жұмыс жасап жатқан еріктілерге азық-түлікпен де қамтамасыз етіп отырды. Соның бәрі бірліктің арқасында деп есептеймін. Жалпы мына көктемгі су тасқыны мына адамдарды бауырмалдылыққа, жаңа татулыққа, бір-бірімізге деген қолғабыс беруге, көмектегі қол ұшын беруге үлкен бір қалай деп айтса екен, бір идеологиялық бір нысаны болды деп есептейміз, Ал жаңағы тек қана осы мына ынтымақтастық бағытта бір не айтсақ, мысалы үшін бұрын 1 мамыр кезінде ынтымақ күні деп айтамыз да, ынтымақ күні әлі де солай жалғасып келе жатыр. Мысалы үшін осы мына ынтымақ күніндегі ынтымақтастық, татулық, Миргамет, сізге мысалы үшін қалай ойлайсыз өзіңіз? Осы мына ынтымақтастық, татулық деген бағыттарда өзіңіздің жаңа көзқарасыңыз, ойыңыз қандай? Негізі қандай болу керек деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, негізі бір-бірімізге көмек жасауға, бір-бірімізге поддержка беруге и всегда бәріміз бірге болу керек негізі жалпы. Осы мемлекетте, допустим, негізі біз жастар, ассамблея жастары көмек жасау керек. Біздің жалпы дос балаларым бар, негізі жалпы Алматыда, Астанада ұлт достарымыз бар. И негізі жалпы сондай болды, осындай су. Анда су тасқыны, көктемгі су тасқыны. Болған уақытта бәріміз көмек жасадық. 40 бала көмек жасады ұлт негізі. Анда ішінде болды өзбектер, қазақтар, Азербайжан, түрк болды. И даже еще дос балам бар, Китай болды. И бір Индонезия дос балам болды, көмек жасай негізі жалпы. Біз потом мешок, өз ақшамыздан қойған ақшамызды мешокты алдық, капшықты алдық негізі. И оны негізі жақсы болған көмек жасаған сондай. Ол сөз айта алмайды негізі қалай. Но көмек жасаған көп жақсы көрем негізі. Біздің, допустим, жалпы біз көмек жасаймыз, ешкім айтпаймыз көмек, только тек қана Аллах. Дұрыс айтасыз. Тек қана Алла тағала өзі көріп отыр. Жасаған нені айтады ғой, сіздің не жасағаныңызды өзіңіз айтпаңыз, өзге айтсын, Алла өзі көріп отыр деп айтады ғой, мысалы, шын ғой. Ал енді жалпы мына Қазақстан Халқы Ассамблеясындағы мына бірлік, жаңағы мына жастардың арасындағы мына бірлік, жалпы мына өздеріңіз мысалы үшін Нұрхан мырза, сіз көп жағдайда мына нелерге көршілес ТМТ мемлекеттеріне шығып жатырсыз. Одан қала берді мына нелерде өзіміздің мына облыс, өзіміздің республика, Қазақстан Республикасының өңірінде көптеген орталарда болып жүрсіз. Ал сол жердегі жаңағы бірлік, татулықты қалай сіз символ деп есептейсіз? Бірлік, татулық, жаңағы жуырда барып келген мысалы үшін жол сапарларыңыз. Еркін отырайық.
Енді Қазақстан Халқы Ассамблеясының арқасында осында келгеніме 5 жылдан асты. Осы келгеннен бері мен дейтін Қазақстан бойынша көптеген облыстарға, қалаларға бардым да. Сол жерде жастармен танысып, пікір алмасып, қазіргі таңда мен Қазақстан бойынша өте көп достарым бар әрбір қаладан. Мысалы, жыл сайын бізде бірлік лагері өтіп тұрады Қазақстан Халқы Ассамблеясының. Сол жерде әрбір ауданнан жастарды жинап, басын біріктіру басты мақсат. Енді Қазақстан Республикасында тұрып жатырған өзге ұлт өкілдері бар, ол жерде белсенді жастар бар, басқа да қоғамдық бірлестіктің жастары бар. Соның бәрін басын қосып, біріктіріп, осылай жастар саясатына және де қоғамға пайдасын тигізсін деген ойда осылай лагерлер, форумдар өткізіліп тұрады. Енді соның бәріне бізде қатысты. Мергамет досым да қатысты. Бана кішкене скромничать етіп отыр ғой. Қазір ашыламыз қазір. Су тасқыны кезінде өте көп көмектесті, шыны керек айтсам. Бізде енді Қазақстан Халқы Ассамблеясы әрбір облысымызда бар ғой. Сол облыстардан бізде Атырауда Құлсары суға кетті деген бойда мені осы жедел штабтың координатор ретінде Атырау облысы бойынша тағайындады. Сол Құлсары суға кетті деген бойда әрбір облыстан бізге көмек жіберді. Гуманитарлық көмек келді ғой. Көмектер келді. Сол Шымкенттен келді, Алматы облысынан, мысалы түріктерден, Түркістаннан келді. түрік бірлестігінен өздері екі фура жіберген болатын. Сол жерде біз гуманитарлық көмек қабылдау пункттарында осы Мергамет, басқа да ассамблея жастар мүшелері сол жерде басында болдық біз. Айтпай қояйық, сол жерде енді оңай емес, енді жүк түсіру деген нәрсе келді. Сол жерде қыздар да болды, бәрі қолдан келген жерде ауыр жүктерді түсіріп, сол жерде болдық. Сосын келесі күні бізге айтады да, Атырау облысы ассамблеяға осындай участок бекітілді деп, память Ильича жақта, сол жаққа келесі күні мысалы бөгетке шығып кететін болатынбыз. Сондай да күндерден өттік. Сол бәрі бірліктің арқасында. Мысалы басқа елге барып жатсыз дейсіз. Осы жақында Тәжікстан еліне мемлекет басшысы іссапар аясында халықаралық жастар форумы өтті. Сол жерге сәті түсіп, осы ассамблея жастарынан 3 адам делегация ішіне кірдік. Енді басқа елге шыққан ол бөлек негізі. Қалай түсіндірсем болады. Сол елдің жастарымен тәжірибе алмасып, пікірлерін біліп, ала қойған мақсаттарын біліп қайттық. Сол жерге барғанда жаңағы қандай күйде болдыңыз? Ішкі ойыңыз, жаңағы көзқарас, бір адамда пікір қалыптасады ғой сондай жерлерде. Енді ол жақта бізді түркі тілдес дейміз ғой. Ол жақта теріс. Сол жақтан тарағанда. Сонда да біз салт дәстүріміз, тілдеріміз құттай болса да ұқсас менталитет. Тіліміз ұқсас. Соны байқадым. Сосын қонақжайлылығы өте мықты. Біз қалай қарсы алып алдық. Мысалы Қазақстан деп, олар қатты құрметтейді. Біз Қазақстаннан келдік деп, Қазақстан деген мемлекетті қатты досымыз деп мемлекет. Мысалы президентіміз өзі Тәжікстан президент Имамали Рахмонды өз досым деп айтқанда, сол сияқты біз дос мемлекет ретінде бардық, қонақжайлығын көрдік. Енді ол жақтың жастары өте креативті, алға қарай ұмтылып жатыр дамуға. Барған бойда бізде жастар арасында стартапқа, бизнес инкубаторға бардық. Сол жерде жастар, жас кәсіпкерлер өздерінің идеяларымен бөлісті. Алдағы уақытта Қазақстан мен Тәжікстан арасында осылай қандай кәсіп дамыту болады, сол жағын қарастырдық. Ынтымақтастық орнатып келдіңіздер. Ынтымақтастық жалпы. Мергамет мырза, сіздің жаңағы ойыңызша
достық, ынтымақтастық деген қалай болады? Достық дегеніміз не сіз үшін? Достық қалай айтуға болады? Кейін негізі. Жалпы негізі біз Алматыға негізі баранда бірге лагерь. Ана жақта Астана район бар, Аккөл районы. Ана жақта бәр регионда балалар бар, которые жиналып, бәріміз бірде. Негізі осы лагерь қазақ тілін бәрісін өтеді бәрісін. Жалпы негізі мен білем 100%. Мен де үйрендім, екінші или бірінші орын ұстадым. Өте тамаша. Негізі ана жақта бәрі балалар көп жақсы сөйлеседі, жақсы тіл мектебі ғой да? Иә, тіл мектебі. Сен мысалы Қазақстанға бізге келгенде қазақша мүлдем білген жоқсың ғой? Негізі мен туылдым Оралда, негізі жалпы. Ана жақта орысша көп негізі сөйлеседі. Негізі қазақ тілі білдім жалпы. Просто тек қана баса өсем жалпы, но ответ кейін болды. Қазақ тілін қайдан үйрендіңіз? Атырауда. Атырауда. Иә, солай ғой. Енді достарыңыз бар. Үйде қалай сөйлесесіздер? Үйде жалпы, допустим, Оралда әжем бар, допустим, қазақша олармен сөйлесем. И үйде азербайжан тілінде сөйлесем, орысша, иногда қазақша тілінде сөйлесем. Папам, мама бәрі түсінеді, бәрі жалпы айтады, жауап береді. И достарым, менде көп ұлт негізі дос балам бар. Негізі ұлт дос болғанда жақсы негізі. Олардың традициясын білесің, қалай олар сөйлесесің, олардан өйренесің жалпы. Bizim традициямыздың, олардың традициясын. Потом негізі жалпы, допустим, қонақ барсаң, ол саған келеді, допустим, қонақ үшін жалпы көрсетеді қалай. Біз, допустим, Россиядан, допустим, Түркістанда, Тажикстаннан дос балаларым бәріміз келеді, мен олар қонақ жасаймын. Бірінші келгенде бешбармақ пісірем тамақ, столға қоямын жалпы негізі. Енді ұлттық тағамымыз ғой. Мына Әзербайжанда қандай, әжеңіз қандай ұлттық тағам дайындайтын еді Әзербайжанның? Менде негізі интернациональный семья негізі айтады. Bizim родственник жақта негізі ұлтым бар Қазақстан, қазақ, казашка, потом орыстар бар, и даже Китай негізі бар жалпы. Недавно. Потом Испанияда бар, Азербайжанда бар, Турцияда бар. И осы. О, сіздер кәдімгі үлкен бір мемлекет. Дос болмайды, интернациональный семья. Интернациональный семья. Дұрыс айтасы, интернационалды. Полиглот, бірнеше тіл біледі. Ал қандай тілдерді білесіз? Бірінші қазақ тілі білем. Өз ұлттың национальный тілін білем, қазақ тілі. Екінші азербайжан, түркше, орыс тілі и бесінші ағылшын тілі. Алла бұйырса, алтыншы китайша болады. Просто бірінші китайша айта алмаймын негізі, просто үйренем жалпы. Бірінші хани. Түсінем дейсіз? Иә, жалпы чуть-чуть десем. Неше үйреніп кетесіз. Ол да жетістік. Амна, сіз үшін қазақ тілі қандай тіл? Қалай айтады? Отаным тілім. Жалпы, родной тілім, который ең мақсатым бірінші қазақ тілі білу керек негізі. И қалған басқа тіл. Бірінші қазақ тілі, екінші азербайжан тілі, потом қалған тілдер. Өте дұрыс. Нұрқа мырза, енді айтып өтіңізші, мына жерде жаңағы мына жастардың арасында сіз енді өзге ұлт өкілдері, сізде көбірек сіздің неңізде мына республикалық қоғамдық бірлестік қой, сіздердікі жастар ассамблеясы, ассамблея жастары. Ал осы жерде жаңағы қазақ тілінде сөйлесу, қазақ тілінде жаңағы достық, бірлік туралы, ынтымақтастық туралы әңгіме айтылып жүреді ме осылай? Айтылады ма? Мәселен, сіздер бір-біріңізбен сөйлескенде, әлде тек жаппай тек орыс тілінде сөйлесесіздер ме? Бізде қай жерде өзіміз әртүрлі таза қазақша сөйлейтін жерлеріміз бар, орысша да сөйлейді. Қалай ыңғайлы жерде. Біз арамызға жаңадан қосылатын жастар, олар тек орысша сөйлейді, қазақша білмейтін өлер. Сол біз қазақша сөйлегеннен олар жайлап біртіндеп үйрене бастайды. Мысалы, Корея этномәдени бірлестігінің Иван деген досым бар, бәрі орыстар. Сол басында келгенде қазақша мүлдем білмейтін. Сол ең бірінші танысқаннан кейін, бір аптадан кейін шамамен біз дейтін
бізде проект бар, Қазақстан Халқы Ассамблеясының Атырау облысының осы Қазақстан Республикасының көне қалаларына, мысалы тарихты білу үшін, салт дәстүрмен таныстыру үшін осылай Түркістанға барды, Маңғыстау облыстарына барды. Сол енді ең бірінші поездкамыз Маңғыстау облысына Иванмен бірге сәт түсті бару. Сол кезде бір сөзде болсын қазақша білген жоқ. Сол поездкадан кейін өзінің былай айтқанда интересі ашылды да, өзінің қазақ тілін меңгеруге, үйренуге, салт дәстүрімізді зерттеуге. Содан кейін бастап біздің қасымыздан қалмай бірге дос болып кеттік енді, шын айтсам. Сол қатарымызға қосылды. Енді орыста сөз бар ғой, с кем поведешься, от того наберешься. Сол қасымызда бірге жүріп, дос болып кеттік. Сол қазақша жақсы меңгеріп кеттік. Қазақша сөйлеп түсініп бастадық. Сол енді бізде де орысша сөйлесеміз өз арамызда, бірақ қазақша ол жақсы түсінеді. И былай да сөйлеп обращаться ете алады адамға. Ол да үлкен жетістік. Сол сияқты мысалы қатарымызға қосылады жастар, жайлап үйренеді. Мысалы бізде ассамблея жастарында үйде сөйле атты бағдарлама болды. Атырау облысында осы тұрғын үй кешендерінің астынан кабинет ашылған болатын. Осы тегін түрде қаламыздың жастары келіп, сол үйдің тұрғындары қазақ тілін меңгере алды. Өкінішке орай қазір ол жабылып қалды. Неге десеңіз, бізде көбі қазақша біледі. Осы батыс өңірімізде сол себептен жабылып қалды. Басында келіп жүрді негізі жастар. Үйреніп осы қазақ тілін. Жалпы ешқандай шектеу жоқ. Бізде қай тілде сөйлесек те өз тілімізді құрметтейміз. Ешқандай шектеу жоқ. Сол себептен орысша да сөйлей аламыз, қазақша сөйлейміз. Негізі басқа да тілдер білген жақсы. Мына Мергамит досым айтып отыр, 3-4 тілмен. Жастарымыз даму керек та, тек қана бір тілмен шектелмей, мысалы жан-жақты болу керек деп есептеймін. Ал енді мына жаңағы бірлік бар жерде тірлік бар дейміз. Иә? Мына шынында мына биылғы көктемгі су тасқыны кім-кімді де бейжай қалдырған жоқ. Бәріміздің де жүректеріміз кішкене дірілдеді. Бірақ дегенменен сол осындай осы бас қосудың бірліктің арқасында сен мен демей ешкім ештеңеге бөлінбей бірден не де болса Атырау облысын қаламызды сақтап қалу сіздерде мойындарыңызда тұрды. Мен білемін, бәріңіз бір кісідей жұмыс жасадыңыздар. Ал мына жаңағы мына сіздердің ассамблея жастарының төрағасы ретінде және мүшесі ретінде екеуіңізге бір не сұрақ бар. Сіздің мысал үшін болашақта мына осы ынтымақтастық, бірлік, татулық, жаңағы осындай бағыттарда бірегейлік дейміз де, осындай бағыттарда сіздердегі алға қойған негізгі мақсатты жұмыстарыңыз қандай? Мұнды мысалы жаңағы біздің Қазақстандағы тұратын біздің осы жастарымызды басқа бір мемлекеттің тарихымен таныстыру, о жерге алып бару. Мысалы Әзербайжандағы біздің жаңағы сол жақта тұратын қандастарымызды осы жаққа әкеліп таныстыру деген секілді. Сондай ойларыңыз, пікірлеріңіз, мақсаттарыңыз болса айтып тұрсаңыздар. Бізде айтып өткендей Түркістаннан бастап Маңғыстау облысынан бардық дедім ғой. Сол бағытта жалғастырамыз деп ойлаймын. Не десеңіз, біз Маңғыстауға барғанда жастар болып енді қазір жастар барады Ақтауға деп жаз мезгілінде теңізге. Біз ойламаймыз да, мысалы Бекет атаға бару керек деп, Бозжыраны көру керек деп, сондай жерлерді көруден қалып қоямыз. Енді арнайы сапармен барған жерде, сол Бекет атаның басынан артық басқадай сакральный места деп айтамыз, сол жерлерге барып өз көзімізбен көрдік та, тарихпен танысып. Ол жастар үшін өте маңызды. Неге десеңіз, енді жастар өз еліміздің тарихын құрметтеу керек, тарихын білу керек. Сол себептен осы бағдарламаны жалғастыруымыз керек бұйырса. Енді басқа елдерге, көршілес мемлекеттерге осылай енді іс-сапарға барғандағы дұрыс. Біз өз қаламызда, өз елімізде балық сияқтымыз ғой. Басқа жерге шығып көрсек, кругозорымыз көбейеді. Мысалы басқа да ойларымыз ашылады. Сол жақтың культурасымен танысып, жастармен пікір
бөлісіп ары қарай дами береміз деп ойлаймын. Енді оларды да бұйырса шақырамыз Қазақстанға. Қателеспесем, осы жақында Атырау облысында Сарайшық апгрейд деген форум өтеді, халықаралық. Сол жерге көршілес мемлекеттерден жастарымызды шақырып отыр. Енді осындай бағдарламаны пайдалана отырып, басқа елдің жастарымен танысып, салт дәстүрін біліп деген сияқты осындай мүмкіндікті жоғалтпау керек. Жалпы енді елімізде жастарға өте жақсы мүмкіндік беріп отыр қазіргі таңда. Шетелдерге барғанда да өзіммен байқаймын да, Қазақстан енді Аллаға шүкір жақсы дамып келеді, жақсы бағытта дамып жатыр. Енді жастар сол мүмкіндікті жібермеу керек, менің ойымша. Өте дұрыс айтасыз. Ал сіздің ойыңыз ше, Миргамит мырза? Мен ойлаймын, негізі жалпы Нұрхан қалай айтты, негізі өте дұрыс бәрісі жалпы. Негізі бәрі сөзі айтты Нұрхан негізі жалпы. Дегенмен сіздің ойыңыз ұлт үшін жаңа бір ойыңыз болады ғой, бір соны. Негізі жалпы, допустим, қалай айтты Нұрхан мырза, бәрісін дұрыс айтты, но ең жақсы, когда, допустим, бізде игра болады же, допустим, тіл мақсаты болады же, жалпы негізі ағылшын тілінде біз үйренеміз жалпы. Қазақ тілінде болса осындай программалар негізі жақсы, потому что иностранец адамдар көп келеді же негізі Қазақстана. Китайдан келеді, Россиядан келеді, бір жақтан келеді негізі. Осындай программа болса негізі жалпы біздің тілімізді жақсы үйренеді негізі. Допустим, сондай дос болған бар Китайда, олар негізі қазақ тілінде жалпы сөйлеседі. Олар айтады маған, если осындай программа болса, негізі күшті болады, мықты болады негізі жалпы үйрену үшін. Сол бағдарламаны құрғыңыз келеді ғой. Нұрхан бәрісін жалпы негізі айтты. Сол өте дұрыс. Ал мына жаңағы өзіңіздің мысал үшін Әзербайжан мемлекетіндегі жаңағы достық, татулық, мысал үшін ынтымақтастық туралы қандай ой пікіріңіз бар мысалы? Әзербайжан мен Қазақстан арасында қандай? Иә, қандай ынтымақтастық, қандай бір белгілі бір не болады ғой, бір негізі бірлік, негізі тюркский народ бар же, біз негізі тюркский народ жалпы. Азербайжан тоже, біз как братья и сестры сондай негізі. И бірге тұрамыз бір-бірімізден. Бірден болса бәрімізді көңіл жасаймыз. Допустим, любой ситуацияда Азербайжан, Турция бәрі ұлттық 5 мемлекет, который тюркский народ бәрі бір-біріне көмек жасайды. Любой ситуацияда. Ол негізі мықты, негізі күшті. Жалпы бәрі өкіметте осындай жоқ негізі, как бізде сондай. Братья сияқты, братья-сестры. Ең жақсы осы. Бірлік пен ынтымақтастық турасында біраз бір кішкене әңгіме шерттік деп ойлаймын. Нұрхан мырза, Миргамит мырза, осы мына немізді, подкастымызды кішкене аяқтай келе, сіздердің жаңағы ойларыңызды, кішкене мақсатты бір пікірлеріңізді тыңдап жіберсек, бірлік пен ынтымақтастық туралы қандай ой түйініңіз бар? Бірлік пен ынтымақтастық енді бүкіл әлемді айтатын болсақ, әрбір ел арасында осындай ынтымақтастық болу керек. Енді соғыс болмасын деп тілейміз ғой. Осы жақында да Тәжікстан Республикасына бардық дедік, осындай саясатпен президентіміз алға қойған мақсаттар жүзеге ассын алдағы уақытта. Ұлтқа бөлінбеуіміз керек. Еліміздің ішінде қаншама ұлт бар. Сол бәріміз қазіргі таңда тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Осылай жалғаса берсін деп тілеймін. Еліміз тыныш, жаңағы бірлігіміз мықты, ынтымақтастығымыз мәңгілік болсын дейміз осы тұрғыда. Сіздерге келіп біздің бүгінгі подкастымызға, достық подкастына қатысқандарыңызға көп рахмет айтамыз. Міне сіздерге көп рахмет. Келесі подкастта кездескенше сау саламатта болайық.